Мен Жамбыл облысы Меркі ауданы Ақкөз Қосанұлы атындағы номер 18 жалпы білім беретін тірек мектебі. Бастауыш сынып мұғалімі Әбдиева Айман Әмірқұлына. 2-90. Пәнім дүниетану. Сыныбым 2-А. Сабақтың тақырыбы мектеп ережелері. Біздің сынып. Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабаққа дайынбыз ба? Сабаққа деген көңіл күйлерің қалай? Ендеше дүниетану сабағын бастаймыз. Біз дүниетану сабағында алдыңғы тақырыптарды еске түсірейік. Біздің мектеп сөзі араб тілінен алынған жазу жазатын орын дегенді ұғымды білдіреді. Мектеп жарық әрі кең бөлмелері бар, оқушылардың білім алатын оқу орны. Біз сондай мектептерге шолу жасап көрейік. Спорт зал, кітапхана, асхана, дәрігерлер орналасқан. Мектептегі негізгі тұлға мұғалім. Ол білім берумен қатар ізденуге үйретілген, тәлім-тәрбие береді. Мектеп ережелері сенің қоршаған ортаға өз тәртібі болады. Соған сәйкес оның ережелері де бар. Мектеп қоғамды үлкендер де мектептегі ережелерді сақтай білу керек. Тәртіп бар жерде тәрбие бар. Сабаққа оқушылар кешікпей келуі де жауапкершілікке жатады. Сабақ беруге келген мұғаліммен сәлемдесу. Оқушылар мұғаліммен сәлемдесу үшін орындарына тұрады. Мұғалім сәлеметсіңдер ме балалар деп басын изегенде оқушылар орнына қайта отырады. Мұғалім сұрақ қойған кезде қолды көтеріп жауап беру. Жауап бергің келсе, шуламай қолыңды көтер, жай ғана. Партада түзу отырудың ережесін сақтау. Түзу отыр партада, қисай алмай партаға. Сабақ кезінде мұғалімді мұқият тыңдау. Оқушылар мектепте оқып білім алу үшін келеді. Үзіліс кезінде сабақты талқыла, досымен серуенде, ешкімге жаман ат қойма, біреуді теріп алыспа, жерге қоқыс тастама, өзіңнен кішілерге қамқор бол. Бүгін 26 қараша. Біздің сынып. Сен сынып ұжымы жайлы білесің, олармен қарым-қатынас жасауды үйренесің. Сынып бұл оқушылардың білім алатын бөлмесі. Ал ұжым деп мақсаты мен міндеттері ортақ. Сендер міндеттерің бірдей. Міндеттерің сендердің білім алу. Біздің сынып бұл оқушылардың білім алатын бөлмесі. Бір сыныптағы оқушылар ұжым деп құрайды. Ұжым деп мақсат міндет ортақ болатын топтағы адамдарды айтады. Олар бірлесіп жұмыс істейді, немесе оқиды. Енді балалар суреттегі оқиғаларды талдап көрейік. Бұл оқиғада шығудың жолын іздеп көрейік. Бірінші суретті қараңдар. Сабақ енді ғана басталды. Бір оқушы сөмкесін заттарын шашып алды. Мұндай жағдайда сен өзіңді қалай ұстайтын едің? Әрине, достарыңа көмектесетін едің. Өз сыныптастарыңа қайырымдылық, мейірімділік жасап, достығымызды ұмытпауымыз керек екенін білуіміз керек. Сәкен ауырып қалды. Біз Сәкенге көмек беруіміз керек. Сәкенге бақылау жұмысын толық түсіндіруіміз керек. Біз достығымызды ешқашанда ұмытпауымыз керек. Достығымызды нығайтуымыз қажет. Сыныптастар, олар бір сыныпта бірге оқыған, немесе бұрын бірге оқыған оқушылар. Сыныптастар бір-бірінің сабақтарына көмектеседі, үй тапсырмасын бірге орындайды, бос уақытын бірге өткізеді. Бірге атқарылатын әрбір іс оқушыларды біріктіреді. Сынып ұжымындағы әдептілік ережесі: құрметтеу, достық, батылдық, сүйіспеншілік, мейірімділік, қайырымдылық және еңбек сүйгіштік. Енді балалар, осы әдептілікке жеке-жеке тоқталып көрейікші. Құрметтеуді қалай білеміз? Достықты қалай түсінеміз? Батылдықты қалай түсінеміз?
сүйіспеншіліктіші, мейірімділіктіші, қайырымдылықты, сол сияқты еңбексүйгіштікті қалай түсінеді екен? Кәні әрқайсының өз ойларыңды айта қойыңдаршы. Құрметтеу. Егер де сен өзгелерді сыйлай берсең, олар да сені сыйлайтын болады. Достық сабақ оқығанда кездеседі. Қиыншылықтарда әрқашан досың көмектеседі. Батылдық. Батыл болу өзіне сенімділіктен туады. Сүйіспеншілік. Сен айналаңдағыларға сүйіспеншілікпен қарай біл. Олар сенің ата-анаң, достарың. Оларды бір-бірінен ажыратуға болмайды. Мейірімділік. Бұл адам бойындағы қасиет, айналаңдағыларға мейірімді бола біл. Қайырымдылық. Сенің қасында көмек қажет ететін адамдар болуы мүмкін. Оларға қайырымдылық жасай біл. Еңбексүйгіштік. Еңбексіз ештеңе де келмейді, сондықтан еңбекті сүй. Сенің сыныбың ұйымшыл ма? Сынып ұжымы ұйымшыл болу үшін балалар достықты қандай ережелерін сақтай білу керек? Оған алып қосарларың бар ма? Досыңа қиналған кезде көмек көрсету керек. Досыңа қызғаншақпен қарамау керек. Досыңның сенімін ақтап, оның айтқан сөзін басқаларға айтуға болмайды. Досың жайсыз жағдайға душар болғанда, оған әрқашанда көмек көрсетуіміз керек. Досыңның қуанышын бірге бөлісуіміз керек.